бір ойшыл айтқан екен, сені мешітке апармаған иманың жәннатқа апарама деп ойлайсың ба деген екен. Сол секілді міне Мұқағали бабамыз тағы бір өлеңінде, қомағай көңіл құмартып өткен әрнеге, тірлікте мынау түскенмін талай әуреге, көрген өмір сүрген бақыт барлығы, жетпейді екен ғой бір күндік жарық сәулеге. Бір күндік сәуле, бір күндік жарық мекенім, мәңгілік түнек қапасқа қалай кетермін, келмейді ау тілім, өлгеннен сұра дер едім, тірі адамдарға өмір дегеннің не екенін деп. Сондықтан да Алла тағала кеудемізде жанымыз барда, мүмкіншілігіміз барда, өзінің әмір еткен орындап, тыйғаннан тыйылуды нәсіп етсін. Енді ағамыздың бауыры, иншалла, сөз берсек, одан кейін батамызды жасап, Құранымызды оқып, бүгінгі асымызды аяқтайтын боламыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılgan al-ulama'u varasatul anbiya, ulamalar peygamberlerden muragir deydi. Absatlar menen keyinge inim bolgandan keyin, soğan berilip atkan as bolgandan keyin sizlerge absatlardan ömründen bir akavuz ängime aytıp bereyim. Absatlar 1966 жылы 24 октябрьде туылған. Мектепті жақсы оқыған. Еркін күрестен спорт шебері. Оқуға армияда Канскіде болған. Канскіде күннің бастығы болған. Орысшаға өте жақсы, және мектепті өте жақсы оқыған еді. Армиядан кейін үйленді. Үйленгеннен кейін спорт школда забыш болды. Абдығаппар Қырғызстанда оқитын еді. Маған өтініш қылды. Әбжапар аға, сіздің әзір Орта Азия Қазақстанның бәріне сөзіңіз өтеді ғой. Абсаттар аға мектепте жақсы оқып еді. Семьясымен келіп оқыса деді. Абсаттарға араб тілі шпақия дәрістігінен 100 сабағын мен оқытып едім. Абсаттарға не қыласың? Семьяңды алып оқып келесің ба десем, абсаттар оқып келейін деді. Келін, мен бармайым, үйде қаламын деді. Мына Әбділақаттың аналары. Мен күліп айттым да, мейлі абсаттар, сен барып оқып келе бер, келін қала берсін, ал оқып жүрген қыздардың ішінен ең жақсысын әперемін десем, үйге барып келсем, абсаттардың үйінде келінді, чемоданын алып бәрін таяр болып тұр. Міне күйеуімен барып 5 жыл оқып келді. Сарыағаш медресесіндегі қыздар бөлімін абсаттардың үйінде келін басқарып жатыр. Абсаттар Наманганда оқыды бірінші. Наманганда 2 жыл оқыған уақытында абсаттарға сабақ беретін ең Өзбекстанда діні қуатты облыстың адамдар шықпай қалды. Қашан барсам Әбжапар аға маған ұстаз болмай жатыр дейді. Сонда үлкен имамдарына барғанымда, үлкен имамы Әбжапар аға, бұл ініңіз өте зерек екен. Менден басқаның шамасы келмей қалды деді. 92 жылы қажылыққа бардым. Сол қажылықта Алаудын Мансұрмен бірге қажылықта болдым. Қырғызстандағы Орта Азия Қазақстан бойынша 2 ғалым болса біреу болса бір өзі болатын ғалым. 92 жылы абсаттармен барғанымызда ол бізге былай айтқан: Әбжапар аға, ислам әлемінде Америка мен Россияның президенттерімен терезесі тең, мұсылмандардың ішінде сіздердің президенттеріңіз деген адам, қараң қандай пікірлі адам. Сонымен тауапта кеп атқанда, Алаудын аға, бізден бір 2 баланы оқытып бересіз ба дедім. Үндемеді. Тауапты айналып кеп, ақырында 3 рет сұрап, сіз
қазақтарды оқытпайсыздар дегенде, неге деді. Неге немеш деп едім, алып барыңыз деді. Сол Кағбада Әбсаттарға мен көп дуа қылып едім. Я Алла, ғалым адам алдын алып барсам, ол құр қайтса қандай болады? Осы ғалымдардан болу нәсіп қыл деп көп дуа қылдық. Әбсаттарды алып барып бердім. Оның қолында 3 жыл оқыды. 95 жылы Әбсаттар әкеміз қайтыс болғаннан кейін келді. Не қып келдің дедім да. Оқып бітті. Біткен жоқсың дедім. Ұстаздың алдына алып барсам, ұстазы осы Орта Азиядан жиылған ең мықты деген 11 баланы оқыттым деді. Сол 11-дің ішінде ең мықты қағандарынан есікпен төрде жоғарыда Әбсаттар болды, сіздің ініңіз болды. Енді ғалым болатын болса, өзі оқиды. Тісінің бәрін шығарып қойдым. Ғалымдардың, осы Орта Азиядан шыққан барлық ғалымдардың оқитын кітаптарын оқытып қойдым деді. Енді биағында қанда ет жима, сүйек жима тісін шығарып қойдым. Ғалым болам десе, оқиды ғалым болады, ғалым болмаса өзі біледі деді. Сөйтіп, ұстаз батасын жіберіп, елге оралды. Әбсаттар да, Әбдіғаппар да келді. Әбдіғаппар 8 жыл оқыды, және Әбсаттар Ислам институтын оқыды Ташкентте. Сол келгеннен кейін 95 жылы Әбдіғаппар екеуін отырғызып қойдым. Біліп қойыңдар. Муфтидің әскері жоқ. Муфтидің артында президент тұрады. Муфтидің дұшпандары біліп қойыңдар, ол президенттің дұшпаны. Ал муфтияттың қорғаны жоқ. Ол муфтияттың артында Қазақстан тұрады. Егер муфтиятпен бірге істейтін болсаң, міне медресе. Болмасам керек емес деген Әбсаттар ақыл деді ғой. Қажеке, сіз не десеңіз сол деді. Міне сөйтіп, 1995 жылы, әкеміз қайтыс болған жылы, Әбсаттарға медресені бердім. Әбдіғаппарға мешіттер бердім. Сол өздеріңізге мәлім көрдіңіздер ғой. Бүкіл өмірін халыққа тәлім беру үшін қызмет қылды. Бұл, альхамдулилля, муфтият өз уақытымен кеп жатыр. Міне осы күндерде көрдіңіздер, Мысырдан, Түркиядан, дүниенің көп жерінен оқып, балдарымыз келді. Бұл муфтияттағы өте үлкен жауапкершілік. Бұл қызметті «Вала тамутунна илля ва антум муслимун» тек қана мұсылман болып өліңіздер дейді Алла Тағала. Мұсылман болып өлу, ақырға шейін тұру өте бір Алла Тағаланың берген бақыты. Раббана ла тузиг қулубана ба'да ид хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Тәңірім, тура жол бергеннен кейін жүректерімізді бұрып қоймағын дейді. Альхамдулилля, осы бауырым қысқа өмір сүрген болса да, ақырғы деміне шейін дінге қызмет қылып, өзі оқып өлді. Біз оқып жүрген уақытымда ұстазымыздың алдына бір шал келді 72-дегі. Ұстаз айтты, шашын оқимыз ғой кезде, сіздің кемпіріңіз бар ма? Кемпірім бар. Малыңыз бар ма? Малым бар. Бала-шаға бар ма? Бар. Онда кемпіріңіздің алдында жым отырсаңызшы деп еді. Молдеке, кемпірімнің алдында жым отыр едім. Жағдайым да жақсы. Білім жөніндегі бапты қарап жатсам, бесіктен бастап қабырға шейін білім іздеген екен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кім білімді үйінен шығатын болса, аспандағылар, судың ішіндегі балықтар жарылқау кетеді екен. Және ең жүрегімді ауыртқаны, білім іздеп жүрушілердің аяғының астында рахмет періштелерінің қанаттары болады екен. Және ілім іздеп жүріп өліп кетсе, қабірдің ішінде 2 періште тұрып, қияметке шейін тәлім береді екен. Сол амалдарына жазылар екен деді. Мен соған бола келдім деп, молданың алдына жап тұрғанда, ұстазымыз одан қарт тұрып, оқи беріңіз деді. Жаңа Әбсаттармен оқыған бірге Қуат деген бауырларымыз айтып жатыр, ақырғы демдеріне шейін бұл білім оқып, білім тарқатты. Біз үміт қыламыз. Қабірінде да 2 періште қияметке шейін тәлім беретін пенделерден болады деген бір үміттеміз. Мына бейбіт ағамыз, Алла өмірді берекет берсін. Әбдіғаппарды алып, Семей жаққа барғанда Садуақас қарын еті болады екен. Әбдіғаппар айтады ғой, Әбдіғаппардың жас күні. Қажеке, мен Садуақастың Садуақас болғанын енді білдім. Мен Садуақастың анасын көрдім. Шынымен иман дана екен ғой. Оның балдарынан
имандылар шықпаса қазақтан ешкім шықпайды деп еді. Қарасаңыз, альхамдулилля, міне Сұлтан аға да, Ораз да, міне сәлуақаста барлығы дінге қызмет қылып жатыр. Және бір Әбсаттардан бір, ол енді менің бір бауыр деген білесіз ғой. Бауырдан басқа ол жеміс өтіп тұрған менің ағашым еді. Қанша медресенің несін қылып өлгеннен кейін де бір көп шүкір қылып тұрғаным. Осы уақытқа шейін Қазақстанның барлық жерінде осындай халықтар шақырып, бізді шақырып, артынан ас беріп жатыр. Енді 26-сына Павлодарға барамыз. Әрбір Көкшетау, Ақтөбе, Астана барлық жерде өз шақырып жатыр. Альхамдулилля. 2 май кетіп жатады ғой. Соның біреу кетіп жатқанда сахабалар мынау жақсы адам еді десе, пайғамбарымыз салам ваджабат деді. 2 май кетіп еді сахабалар мынау жаман адам еді дегенде ваджабат деді. Сахабалар, я Аллахтың пайғамбары, екеуіне де міндет болды деп айтыңыз. Не міндет болды дегенде көпшілік жақсы адам еді дегенге оған жаннат міндет болды деді. Көпшілік жаман адам еді дегенге тозақ міндеті болды деді. Мынау келгендеріңізге, ескерғандарыңызға, барыңызға рахмет. Ораз, сенің де, ата-анаңда Алла рахметін аған болсын. Жүректеріңдегі мына жамағаттарыңмен қандай бір дуа тілектерің болса, Алла тағала артығын мен берген болсын. Осы біздің қайғы 3 күн ғой енді. 3 күннен кейін қайғы жоқ деген кезде еске алу ол күні болады. Сол бауырымыз еске алып, сонша халық жиылған екен. Алла тағала қадамдарыңызға хасанаттар берсін, үйлеріңізге берекеттер берсін, отбасыларыңызға хидаят берсін. Алла тағала екі дүние жүздеріңізді жарық қылсын. Тәңірім дүние халықтарына хидаят бер. Мұхаммад үмметіне хидаят, нұсрат, береке, бірлік бер. Біздің Қазақстанға да хидаят бер, береке, бірлік бер. Егеменді еліміздің еңсесін биік қыл, иман мен ынтымақпен биік қыл. Елбасымызға, ел басындағы азаматтарға, дін басымызға, дін басындағы азаматтарға инсаф бер, тауфиқ бер, хидаят бер. Адастырма Тәңірім, адастырма Тәңірім, екі дүниенің жақсылығын бер. Негізінде кімнің малы көп болса, оның дұшпаны көп дейді. Білімі көп адамдардың да шайтан оған дұшпан болады Тәңірім. Ғалымдарымызды шайтанның азуынан ұзақ қыл Тәңірім. Ғалымдарымыздың барлығы пайғамбарлардың мұрагерлері болуын нәсіп қылдырған Тәңірім. Раббана ғфир лана зунубана ва исрафна фи амрина ва саббит aqdamana ва ансурна алал қаумил кафирин. О Раббана карим, Әбсаттар бауырымызды рахметің ағын. Әбсаттар бауырымызды рахметің ағын. Соншадан да дуа қылып жатыр Тәңірім. Бұл Әбсаттардың перзенттерінен де, шәкірттерінен де, халқымыздан да қияметке шейін забардас қауымдар шығар. Дін дағиларын шығар Тәңірім. Елдің дінін туын көтеретін асыл азаматтар шығар. Аллахумма солли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.